Мақта қыз бен мысық. Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз болса, келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Содан соң мысық, ендеше қатыңды төгем дейді. Мақта қыз болса, онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық болса, апа, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр болса, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш болса, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ берейін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеліп жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар болса оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші болса, маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар болса, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, ініңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарын апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағыз апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді.